Сонда мынау Хаби Алонсодан ештеңе күтпеңдер деп тұрсыз ба сіз? Жоқ, декабрь кешін күтпеңдер. енді статистика сүйенейік. Испанистарға Реалда бас бапкер болу өте қиын. ПСЖ фаворит қой енді автоматты Бетон. түрде. Бірақ Челси қауқар көрсетеді деп ойлаймын. Абыройлы бір нәтижесі жоқ қой енді ордабасы мойындауымыз керек. Бірақ мен таңғалдырғаны ордабасы ресми аккаунтында ордабасы Еврододада деп сурет салып постын жариялап қойыпты бір. Жаңағы әңгімеңе тұздық болсын. Торпедо Кутаисидің фанаттары ордабасы жатқан қонақ үйге беріп айқайлап ұйықтатып қояды. Бізде ұйықтатпаймыз Тұздық болған жоқ қой. Армысыз құрметті көрермен, бұл Фон Тим YouTube арнасы клубтар арасындағы әлем чемпионатының финалына шыққан командалар белгілі болды. Ол Челси Бәрекелді. Құттықтаймыз. және Челсидің қарсыласы Пари Сен-Жермен. Айттым ба Челси мен ПСЖ өтеді деп? Жоқ. Айттым ба? Мен айттым ғой қойса. Сіз де айттыңыз. Сіз бірақ кейін айттыңыз ғой. Сол күн сұрадым ғой айттық қой. Біз де айттық. Солай. Сен не деп айттың? Елдос сіз де айттыңыз. Реал деп айттым. Мен Реал деп Айтқам деп бастаса. Флуминенсе деп айтқан бір жігіт болды, ол. 2009 жылдарда 2000 Реал Мадридте ойнады ғой Криштиану Роналду ше, бір 2007-2008 жылдар ғой примерно. Сол кезде ана Алматыда футбол көреміз ғой, Касабланка деген жерде Байзаковада. Сөйтсем жаңа гол ұрып болғаннан кейін жаңа бір жігіт бір араласатын досымыз бар, солай айттым сендерге крышко ұрады деп тыңдамадыңдар дейді. Сол айтам, ол каждый суббота сайын 2 гол ұрып жатыр ғой деймін. Оны несін айтасың деймін да. Криштиану гол ұру деген әшейін. Сән ғой. 2009 ғой сонда. Реалда болса. Ол бір жылына 72 гол ұрып жүрген адам. Бүгін Килиан Мбаппе бірақ голсыз қайтты. Фабиан Руис 2 доп соқты және Дембеле мен Рамуш гол соққан футболшылар Пари Сен-Жермен Реал Мадридті 4-0 есебімен жеңіп кетті. Және қазақ футболы жайлы да кішкене эфир аяғында біз әңгіме айтамыз. Әрине қазақ футболына біздің арнайы шығарылымыз дүйсенбі шығады, бірақ бұл жолы біз міндетті түрде талқылап кетуіміз керек, себебі Қайрат футбол клубы УЕФА Чемпиондар лигасында жарыс жолын бастады және Чемпиондар лигасында Қайрат командасы тең нәтиже тіркеді. Дастан Сәтбаев Көрдік ойында бірде-бір болды. Ол негізі анау Грумико деген жігіттің пасынан басталды ғой. Недеген пас, 2 адамды ортасынан кесіп вовремя беріп жіберді. Қайшы. Жоржиньо да Соны Елдос деймін да, енді анау мен болсам мысалы Жоржиньоның орнына өзім төбетемін ана жерді. Неғып берді, риск қой деген. Жоқ, риско, бірақ Дастанның бұл жақта өзінің шеберлігі бар. Ол жүгірді. Ана жерге үлгерудің өзі де бір керемет. Жоржиньо да бірақ ұзақ қыстап қалды ғой ана жерде. Соны күтті ғой. Ана жақтан көзінің қырымен қарады да. 2 рет қарады ғой. Дастан болғасын берді ау. Дастан басқа біреу болса сіз сияқты болып кетер еді. Мен өзім төбетемін таза. Жалпы негізі Дастанның өзінің жұмысының шеберлігі сияқты айтып отырсаң. Сонда бұл жерде Дастанның анау, оны соңында айтамыз ғой. Бірақ бүгін енді Ақтөбе және Ордабасы да жарысқа қосылады. Еуропа лигасы мен конференция лигасында клубтарымызға сәттілік тілейміз. Енді клубтар арасындағы әлем чемпионаты жайлы айтайық. Ашраф Хакими 4 ойын бар ғой соңғы. Соның 2-інде гол ұрған, 2-інде ассист берген. Масқара, не деген көрсеткіш. Енді ол ма? Осман Дембеле, Ашраф Хакими. Ойбай, дайындап келдіңіз ба? Иә, мына Осман Дембеле 3 қауіпті енді гол болған сәт ұйымдастырған. Ашраф Хакими 2 жасаған. Солардың барлығын қосқанда бұлар жалпы осы Реал Мадридтің бүкіл жарыстағы нәтижелі әрекеттерінен асып түседі екен. 2 ойыншы да ассист берген, 2 ойыншы да голдан соққан. Жалпы осы екеуінің нәтижесі түгел Реал Мадрид командасынан көп екен осы жарыста. Жалпы сіз маған бүгін ұнап отырсыз. Иә. Одан бөлек әгәрәки осы ақпаратым жетпейді десең. 24 минуттың ішінде 3 гол басымдылығымен айырып жеңіп жату. Гигок. Соңғы рет 2018 жылы ПСЖ-да болған. Ол Монако командасына қарсы ойында. 2018 жылы Лига 1 жарысында чемпионатта болған. Әгәрәки осы ақпаратымда жетпейтін болса, айта отырайын. Ал Реал Мадрид осыншама қысқа мерзімнің ішінде 3 гол жіберіп
түгелімен толықтай капитуляция шермендейшнге ұшырауы 2003 жылы болыпты соңғы рет. Масқара ма? 2003 жылы антирекорд. Севилья 3 гол ұрып тастаған екен 24 минуттың ішінде. Реал Мадридтің ойын қалындай есеппен аяқталды екен ол жерде. Севилья. Білмеймін ой сосын мынау енді Мбаппе туралы жазыпты. Севилья ұтқан шығар енді 24 минутта 3 гол ұрса. Міне осындай. Менікі бітіп қалды. Керемет ақпарат. Мен кете берейін енді. Тура сол 3-0 болып бітіпті сол ойын. Бәрекелді. Табылады кезіңізден. Лука Модрич соңғы матчын өткізді. Рахмет. 597 матч Реалда қоштасты бүгін. 6 дүркін чемпиондар лигасының жеңімпазы атанды. Жалып қоштасты. Енді анау 4-0 болған кезде қоштасқанын айтамын да. Өткенде Ла Лигада бідірақ қоштасып кете салу керек. Білмеді ғой сол. Мен жалпы жана не үшін Реалға болеть етті дейсіздер ғой. ПСЖ-ні енді өзіміздің қазақтың менталитетіне салған ғой. Енді бір жарыс ұтқаннан кейін келесі жылы бір қиын болады депші. ПСЖ қазақтың командасы ғой. Эмблемасы да. Сен жұбаныш шексен жермен ба сондай. Сол сияқты. Жұбан Шексенұлының ана Жезгиік деген өлеңін айт маған. Айта бер. Нұри Камал. Сіздер Нұри Камал білем ғой, менде. Содан кейін негізі қазақтыққа салып, балалар кішкене отқаннан кейін бұлшық еттерін босатады. Содан кейін Америкаға барады. Америкада қыдыратын жер көп. Макдональдс Жейді, демалады. казиноға бір кіріп шығады. Сөйтеді. Реалды да айдап кетеді екен ғой сөйтсе. Агараки. Соның өзінде. Агараки. Игок. Реал Мадридте жалпы сол Карло Анчелоттидің кезіндегі проблемалар бүгін тағы да анық көрінді. Мына қорғаныс деген өте нашар болды. Асенсио бірінші қателесті. Асенсио жалпы клубтар арасындағы әлем чемпионатын өте нашар өткізді. Бірінші ойында Әл-Хилальге пенальти теуге мүмкіндік берді. Екінші матчта қызыл қағаз алып, алаңнан қуылып кетті. Енді бүгін Дин Хойсонның орнын жоқтатпай алаңға шығу керек болды. Шықты, гол соғуға мүмкіндік жасап. Асенсионыкі мейлі ғой. Рюдигердікі не қателігі анау мысалы. Рюдигердікі деңгейі сол ғой. Олай айтсаң енді шын ұят болады негізі. Бірақ Рюдигердің ошибкасы болмағанда ойынды былай қайтаруға болады. Жоқ, сіздер тағы да футболдық көзқараспен қараңыздар. Енді олар бір жыл бойы тоқтамай ойнап келатыр. 70-ші матчын. Енді ойлана берсеңіздер. ПСЖ-да солай ойнап келатыр ғой. Жоқ, енді білем. Енді оларда не үшін қателікке солай болып жатыр? Өйткені сондай қысымға көтере алатын футболшылар бар, көтере алмайтын футболшылар. Реалда жаман қысым болып жатыр ғой енді, көрінді. Қазір ұтылып жатыр, тренер ауысқан оның үстіне. Ол келіп алып, масқара ауыр тренировкалар жасап, қазір ауыздырып жіберді. Реструктуризация жасап жатыр. Оған енді менің ойымша бұл бастамасы. Иә, бұл бастамасы. Сіз айтқан сөздің жаны бар. Негізі ол кішкене ұзақ болуы мүмкін. Өйткені өздеріңіз білесіздер, Эмери де келіп жатыр, жаңа Гвардиола, Клоп та келіп жатыр, оларға уақыт керек. Сол сияқты Алонсоға да уақыт керек. Реалдың жанкүйерлеріне айтайын, сіздерге де кішкене шыдам керек. Бұйыртса, олар шыдамды. Эрик Тен Хагқа да кезінде берді ғой 2 жыл. Міне тамаша увольтить жіберді. Жоқ, 4-0 ауыр негізі. Жоқ, бірақ бұл жерде бір оптимизм бар. Реал Мадридте ауыр клубный чемпионат мира ол ешкімге керегі жоқ турнир, айдалада бір коммерческий турнир ғой. Өткенде бір-екі жігіттер күліп еді анау Мессиға кезінде Интер Майамиде жеңілді 4-0 осы ПСЖ-дан. Не мынау деген сияқты. Ғой Интер Майамидікі де нормально екен ғой дейсің. Нормально екен сонда. Бірақ мына жерде оптимизм көріп тұрмын, себебі проблема неде? Қорғаныста. Қорғаныстың проблемасын бірақ Хаби Алонсо шешіп жатыр ғой. Дин Хойсон мен Трент Александр-Арнольдты ойынға қосты. Екеуі команданың бірден негізгі футболшысына айналып кетті. Енді тағы да бір 2 защитник керек қой. Екеуімен негізі әлі шешілмеді ау. Иә, ол. Қалай енді Рюдигер бүгін қателесті. Қалай болса солай. Ойбай, Тренттің защитасы дегені көрдік қой. Қиындау ғой негізі. Ол ләкілдеп шабуылға шығады да тұрады. Ол крайды мықты ұстайды әңгімесі. Онда шортал қорғаушыға көшеді ғой онда. Анандай Ван де Вен деген сияқты ондай бір 24-25-тегі мощный бір бала керек болып тұр ғой. Иә, жаңа сыртта тұрған кезде, әңгімелесіп тұрған кезде, балалармен осы жақта тұрып жүрген балалардың. Енді статистика сүйенейік. Испанистарға Реалда бас бапкер болу өте қиын дейді. Не бәрекелді. Висенте Дель Боске ғана. Түсініп отырсыздар ғой. Сонда шетелдік бапкерлерді ғана. Өздеріңіз білесіздер, алдын ала болып кеткен испандық бапкерлер, олар ұзаққа жұмыс істемеді. Мауриньо. Сол сияқты. Кім болды? Анчелотти. Лопетеги ма? Лопетеги болды жаңа. Бір 2-3 айлық бір кеп кеткен тренерлер бар ғой. Фернандо Йерро болды. Сосын анау кім баяғыда Реалда ойнаған, тоже ол да болды.
адан келетін жана Арбелова сияқты. Арбелова сияқты біреу сондай болды біреу болды. бір мужик болды ары бері жүретін. Араганес ол енді шалкысы ол қоя бер жол. сол сияқты Рафа Бенитес қой, соны таба алмай жатсам, қазір түнгі үште қателесем. Жоқ, жаңағы бір Айтор Каранка болған бір 3-4 матч. сол мен сонымен шатастырып Соны айтып отырмын, Айтор Каранкада болған. Сөйтсе сол Айтор Каранканы Винисиус па біреу танымаған ғой, білесің ба? Сен братан кезінде Реалда ойнаған екенсің ғой деп айтты ғой. Содан бан дейсіз ғой, 7 матчқа. Коридорда тұрған суреттер біліп қарамайсың ба деген ғой. Ақымақ, Реалдың тарихын білмейсің деп. Ұрып жіберді, қолын сыртымен бір-ақ ұрайын ба деген ғой, короче. Тура мен содан бір 3 метр жерде тұрдым ғой сол кезде. мен алыс отырайыншы келесі жылы ауыр Ос жіберейін ба деп па? Сонда мынау Хави Алонсодан ештеңе күтпеңдер деп тұрсыз ба сіз? жоқ Декабрь кешін күтпеңдер. декабрь кеші емес енді бір жылдың соңына дейін кішігірім күтіп Жатасын айтып. 27 күні азанда жеңеді олар деймін. Декабрьге дейін емес, жылдың соңына. Тірідей өлтіретін болды мыналар бар ғой меніңше. Не деген. енді өздері әзілде көңілді отырайық дегеннен кейін айтып отырайық. Көңілді болсын. Көңілдірек деп қойса. Қанекей жастар, көңілдірек, қолдарыңыз көрінбейді. Неге азбыз десе. Жоқ, жарайды енді. ПСЖ-ны күттік қой негізі. Әйтеуір бір келеді-ау деп өз. Өйткені Атлетико бәрі разгром келе жатты, бірақ Челсині ағып жүрдеймін де финалда. Жақсы шықты. Кеше ана Флуминенземен ойын емес қана деген масқара. Тегім ғой кәдімгі. Да? Ана Жоао Педро деген білген істеді. Ол қайта 3-4 гол кірмеді ана жерде. Арбыңдап жүрді ғой аналар. Масқара мықталыпты Жоао Педро деген күшті. Брайтонда ойнамайтын бе? Брайтоннан ауысып келді 55 миллионға. Флуминенсенің түлегі екен, кешірім сұрайды. Болды ғой, сұрамай қойса кешірім деймін де сол. Прости, если зорлалды. Айтпақшы, өткендегі әңгімеден шығады ғой, жаңа 3-0 болып жатыр ғой матч. Содан бірінші тайм біткеннен кейін раздевалкаға барады ғой, Модрич. Модрич барады да раздевалка. Жігіттер 3-0 мен соңғы матчым. Шанс керек бізге. Осы есеп ұстап қалайық деймін. Осы есеп ұстайық. Қатты керек емес деп абыройына сеніп кетіп қалған екен. Соны анау жаңағы кім есіне қалған ғой. Рамуш. Дұшта болған. 4-0 болып кеткен. Олжас барды айтса, ол болған душ. Мына жерде отыратын әңгімесін айтып жатырмын да. Олжас сөйтеді екен. Мына Челсида сөйткен екен да. Челси әдемі шықты, өзінің жолы жеңіл болды, енді мойындауымыз керек, бірақ қарсыластарын бәрін қапы қалдырып, жарыстан ыстырып тастап, міне финалға шығып отыр. Түркияда жатыр ғой, ертең көреді ғой, YouTube-та ашып, мыналар мен туралы айтып па екен деп. Айттық сен туралы, жаман адамсың сен. Жоқ, өткенде анау нені айтады? Болған жоқ па? Ерек болмады? Олжастың орнына мен ерегісе берейін онда. Давай. Жоқ, анау Мессиді айтады да. Не дейді? Разгром болып ұтылған кезде. Кімнен ұтылды? Жақсысың ғой, қарайсайшы. ПСЖ-дан ұтылған кезде. Жігіттер болды, осы жетеді, қойыңдар деп, жаңағыдай екінші таймда вообще гол болмаған. Сөйтіп қанша болып бітті? 4-0 болып біткен ғой. Соны тіпті аргентинецтер білмейді. Анау журналистер білмейді, бірақ біз біліп айтып отырсыз да сонда. Масқара. Соны Олжас айтып отыр ма? Олжас соны біліп алған. Не деген? Дұрыс, оның нелері көп сөздері. Мен соның орнына ерегісіп жатырмын. Негізі екеуіңіз бірге жүресіздер ғой, иә? Соның орнына ерегіссеңіз, онша ерегіспейді екенсіз. сіз негізі онда шынайы болмай жатыр. сіз сондай емессіз. Сіз нәзік жансыз ғой. Нәзік жансыз. Нәзік жанды самурайым ғой. Нәзік жанды самурай. Баяғыда ел арнада кино болған сондай. Білесіңдер ме, білмейсіңдер ме? Біз F4 екенбіз ғой. Ол не деген сөз? Міне мына жерде F деп жазылып тұрып, біз төртеуміз отырмыз. Краше, чем цветы болып отырмыз ғой. F4 деген не ол? F4 деген білмейсіз ба? Бұның әлем бөлек. Фантастик фо ма? Жоқ. Кучемпио деген білесіз ба? А? Кучемпио деген білесіз ба? Жоқ. Ой. Тоқта. Ой, дейсіз білесіз ба? Конечно. Кючемпио мен өстік қой. Жумонг дегендерді біле ме? Ито көрмеген. Жумонг біле. Кучемпион сен білесің ба? Лапшан жеген білесің ба? Кучемпион лапша жеп кеді. Көгөрю қанша емін. Оларды көрген жоқпын. Шуби деген білесіз ба? Дункан Маклаудпын ғой. Мен ауылда бәрі Дункан деген. Бессмертный болған мен. Жаңбыр жауған кезде бүйтетін ғой мен. F4 деп жаңағы жарайды. Мен кішкене бір-екі көріп қалғам сериал. Сізге жарасады. Маған жарасады. Біз F4 біз ғой деп мынауған
О жақта саған ұқсайды ешкім жоқ. Мен араларында кәріске ұқсайтын не шығар? Сен жаңағы будық пульма біреу болып тұрсың негізі. Примерно. Содағы жумо будық пульма. Мені негізі ауылда бәрі кимин. Тесома біреу болып Минсуйон десей, Минсуйон. қыздың аты сол емес па? Мен сүйем. Вабанк деген кино ба? Нара деп бертін Енді күшпеді. бар үшін жажу деген керемет ғой. Керемет. Келесі сериал. Рейнджик мама ойнап айтып жатыр. Рейнджик Бандитский Рейнджик Петербургтан басташы, Бандитский Петербургтан. Масқара айтамын. Қайсысынан? Антибиотиктен бастайын ба? Антибиотик. Там для меня горит очаг. Тура сол жердегі ана здание бар ғой, Атланттар тұрған. Сол жерге бар фотоға түскен мен. Футболда Клубтық айтайын. содружествоға барған ғой 2013-те. Соны айтсаңшы. Саулет Шермялис көкем шақырып. Петербургта. Петербургда. Күшті болды. 2013-те. Иә. U21 ойнады ма? ойдым еще. U21 қатысатын кезде. Иә, абаттар ойнаған кез. Біз онда біз барған кезде көрген жоқсыз ғой бізде. Көретін болмады. Иә, манеждің ішінде. Біз ойнадық. Бриллиантовый Россия деген қонақ үйде жаттым ғой. Жуковтың ескерткіші бар ортада. Узбечка бар ана жерінде. Плов жейтін. Біз басқасын жаттық. Петербург па? Сіз айтып тұрғаныңыз? Питер бізде болды. бриллиантовая рука фотоға түспек қой. Мен ғой түсірген. Мен. Әзербайжанда айтып отырсыз. Азербайжанда Баку ма? Бакуге бар. Бакуда. Черт побери деген жер бар. Жоқ, сен Азербайжанда айтыпсың ба или Бакуда айтыпсың? Жылдың соңында ма, декабрьде ма? Ол жерде Реал Мадрид әлсіз дегеннен гөрі ПСЖ мықты болып тұр мына. Пари Сен-Жермен тоқтататын Еуропада клуб жоқ. Бар болса ол Бразилияда Ботафого командасы құдай біледі қалай ұтып кетті, әйтеуір ұтып кетті 1-0. Ең қымбат ойыншы қазір Нуно Мендеш сияқты әлем бойынша не деген ойыншы анау. Ол қазір бабында жоқ. Ол өткенде ана Ұлттар лигасының финалында да масқара ойнады. Соны айтамын. Алып берді ғой, сол алып берді. Содан бері ойнап жатыр ғой. Негізі Мықты Нуно екен. Мендешті Реалға алу керек еді. Сол бір 5-6 айдан кейін допингпен ұсталып қалады ғой сол бұл. Түрі жаман жүгіріп жатыр. Мудрик сияқты ма? Шынымен қатты ойнап кетті негізі. Реал тегін алмаса былай алмайды ғой. Жалпы. Еркін агент болып қалмаса. Бір 30-40 миллион бере салады ғой. Негізі уже Реалдың бір игрокты алатындай кез келді. Мбаппені бесплатно алды, ананы бесплатно. Динфейсін сатып алды. Нуно Мендеш бармайды ау. Барса да 30-40-қа арзан кетіп Именно қалады, ол негізі. позицияда қазір адам жоқ. Гарсия ма, кім? Воскресенье күні базарға шығу керек болып тұр ғой, Переске. Сөйту керек негізі. Защитник бар ма деймін. Сол жақ шынымен әлсіз екен, е? Әлсіз. Сіз Реал фанатсыз ғой негізі. Жоқ, енді не үшін айтып жатыр дейсіздер ғой, жаңа Батёка Зайнудиновты сояққа жіберіп жатыр ғой, жалпы. Трансфер. Гарсия. Оны Спартакқа кетеді деп жатыр ғой, Динамо. Динамо деп жатыр, сол сияқты Реалда бар, оны сабыр. Цервена Звездаға баратын сияқты мен ойымша. Неге? Белградта жоқ қазір. Инсайт кетті. Сөйтсе ана не ма? Транзитпен инсайт шыға ма содан? Тесла атындағы. Сіз қаяқтан көріп қойдыңыз? Көргенсіз ғой бір шеттен ақпарат. Сіздің негізі қолыңыз ұзын ғой. Келіп кетіп жатыр ғой ақпараттар. Финалға қатысты қандай комментарий бар? Қашан ойнайды олар? 13-не түнде, 13-нен 14-не қараған түні. Қазақстанда түнгі сағат қаншада ол? 00:00-де. 12-де, онда көруге болады екен. Негізі енді Челсимен салыстырмалы түрде ПСЖ мықтырақ болып тұр ғой. Қай команда бәрінен мықтырақ болып тұр. ПСЖ фаворит қой енді автоматты Бетон. түрде. Бірақ Челси қауқар көрсетеді деп ойлаймын. Мен бір сенсация болу керек бұл турнирде. Жеңіп кетуі де мүмкін деші. Сенсация болады шығар. Жоқ, ана- Негізі сенсация болмай келеді ғой. Олар ана бүйтетін сияқты анандай шоу жасау үшін финал ғой. Анда Америкаға шоу керек. Шоу керек. Мен сізге бір осы жерде от тастап жүрмеймін. Тот боули қай жақты кетеді? Американко. Мінекей. Өзі. Мен өткенде айтқам сол Челси жеңіп кете ма деп. Сол сүйреп алып келді. Ана бірақ УЕФА, FIFA естіп қойыпты, Шима Марчиняк бүгін барынша әділ төрелік етіпті, ұят болып қалмасын деп. Бірақ бірде-бір минут қоспады енді, ары қарай қиын болып кетпесін деп. О матчты бірден аяқтады, 4-0 Қазақ жігіт гол соқпады. Гонсало Гарсия ма? Ортада ойнады Гонсало Гарсия. Неге қазақ қол? Түрі қазаққа ұқсайды. Сонхын мен сияқты ма? Жоқ, Сонхын менің түрінен де қатты ұқсайды. Кәрістерге ұқсайды ғой, мынау қазақ. Сонхын мен маған ұқсайды. Митиске ұқсайды. Ортадағы Гонсало Гарсия. Килиан Мбаппе оң қапталда ойнады бүгін. Винисиус Жуниор сол қапталда ойнады. Родриго қосалқы құрамда қалды. Шамамен Родриго кетейін деп тұр. Негізі кету керек сияқты уже кішкене ой. Арсеналға ауысса, иә? Арсеналға барады дейді. Арсенал, иә. Ювентус қызығып жатыр дейді. Жалпы қызығып жатқандар көп, бірақ Арсенал дұрыс сияқты. Қай командаға бармасын, бірақ Родригоның любой командаға пайдасы тиетін Әрине. 80 миллион деп отыр ғой, Реал. Оны Криштиану Роналду алдыртыңдар депті ғой. Родригоны. Аль-Наср.
обал болады ғой. өзі ақ сатып алатын шығар сол. жоқ, Криштиану да біледі ғой, Родриго мықты ойнайды негізі. Жоқ, бүкіл шабуыл Родриго мықты ойнайды ғой. Береді де, соғады да. Ондай футболист. жоқ бір жыл айырып келе салады, ана кімді кепті ғой? Дуван ба? Дуван Сапата ма? Жоқ. Дюран десе, Дюран. вертолетпен ұшатын ба? Иә, иә. Ливерпуль. Қайтадан Астон Вилла келіп Сол бара. қайтып Еуропаға. Ол кімші? Волкер деп қойсын, ладно. Волкер да қайтып келдіміз. Борнмутқа кетті. Бортмутқа келген. Борнмут. Ол бірақ ол Арабияға барған жоқ. Жоқ, соны айтып жатырмын да, негізі қайта Кайл Уокер ғой, Борнмутқа кетті ғой, жалға. Қайда келді? Фейнербахче Еуропаға қайтып келгенін айтып жатырмын да. Дюран ба? Иә. Европа емес. Адам нервісі тиіп, ақымақ қой. Жоқ, дурак қой вообще. Да? Арсеналға ауысып, сол жақта ойнайтын адам еді. Родриго енді 24-те бабында мықты футболшы ғой, Реалда орын таппай жүр, орын жетпей жатыр деп айтсақ болады. Әйтпесе ардагерлерге әп-әдемі орын тауып берді, ардагерлер негізгі құрамның футболшысына айналды деп айтсақ болады. Жаңағы әңгімеңе тұздық болсын, Торпедо Кутаисидің фанаттары Ордабасы жатқан қонақ үйге беріп, айқайлап ұйықтатпай. Бізде ұйықтатпаймыз тұздық олар. болған жоқ қой. Жоқ, басқа тамақ қоныңыздар. Енді бұйыртса чемпионатқа келген кезде біздің көріп Жігіттер қонақ үйге барып, Қашаға Айдана кисло плазаның жанына барып, бір хлопушкалар атып, сөйту керек. Не деген масқара анау? Ұйықтатпай. не деген Енді Легия мен Ақтөбенің матчын қайда еді? Ақтөбеде негізі сырт алаңда қатты ойнайды. Зайыстаға жатып алса, жақсы шығып кетуі мүмкін. Легия дегенде адам қорқытатындай ештеңе емес. Одан кейін қараңыздар, мен сіздерге бірдеңе айтайын. Ол мынау Ордабасы жеңіп өтеді. Бас бапкер Андрей Мартин, ол Еврокубокте тәжірибесі бар адам. Конференция лигасын оның үстіне жақсы зерттеген. Шамамен деңгейлес командалардың бәрін нарықтағы зерттеп қойған. Грузия футболы бізге таңсық емес. Бүкіл футболшылар жүр осында ары бер. Ақпарат алу қиын емес. Любой бір агентке звондайсың да, Мамука сияқты жігіттерге информация ала бересің. Сондықтан Андрей Мартин осы жерде озып, жеңіп, екі ойынның қорытындысы бойынша келесі кезеңге өтеді Ордабасымен деп отырмын. Легия мен Ақтөбе өз алаңында Қобыланды Батырдағы стадионда шешіледі деп отырмын. Менің бір қызық осы жерде сен Қайрат өтеді деп отырсың. Қайрат өтетінде ойнап тұр, негіз өтеді. Бірақ мен бір қорқатын нәрсем бар. Бұл Словенияның командасы. Бұл Александр Чеферин Словения азаматы. Ол жалпы осы клубты қолдайды, қошеметтейді, конференция лигасында топтық кезеңнен шығып жүрген адам, команда. Сондықтан Алматыдағы матчқа масқара қазір Іс-Насырға шауып тұр ғой Словения үшін, Олимпия үшін. Бір очкасын жібереді, судья. Судья жібереді. күмән бар ғой. Байқау керек. Оның үстіне кеше көрдіңіздер, мен айттым, Қайрат бұл жоғарғы прессингпен ойнайтын, сондай жаңағындай агрессивті футбол ойнайтын команда 4 сары қағаз алды. Ол ертең тағы келеді, біреу алаңнан қуып кетеді деп отырмын. Өйткені Еуропадан келген төрешілердің барлығы, қайталап айтамын, қазақстандық клубтарды шығармауға осындай бір жұмысқа әрекеттер жасайды. Сөйтіп, мына Елдосты да нақақ кезінде қызыл қағаз беріп удалить еткен. Мысалға да Бауыржан Исламханды удалить еткен. Ол нақақ емес еді ол бірақ. Кеше көрдім анау Эль Классико деген сендердің бағдарламаларың бар екен ғой ютубта. Сол жерде айтып отырсыңдар ғой. Күшті бағдарлама шығыпты. Рахмет. Жалпы көрермендерге айтарым, қосылыңыздар, көріңіздер Эль Классикода. Сілтеме төмендетіп қойсаң. Негізі сіздің сөзіңізді айтып жіберейін, жаңағы Ордабасы туралы не үшін дейсіздер ғой. Жаңағы осы бүгін кеше Таңат Нөсербаев. Спорт директоры болды. Әшірбек кім болып кетті сонда? Әшірбек енді структурада болады. Неге қуанып жатырмыз? Өйткені Таңаттың да артында керемет багаж бар. Футболда жаңағы Европа ойындарында гол соққан, сөйлеген, Лига чемпионствода ойнаған. Сол сияқты қазір ол балаларға бір жақсы бір дем береді. Дем береді, бірақ мен сенбеймін Ордабасы. Жоқ, дем береді. Таңат өте тәжірибелі адам. Мен өткен жыл айттым бұл кісіге, Таңат бір футбол клубы менен сұрады да, спорт директоры деген қызметке кімді ұсынасыз? Мен айтам, пожалуйста, мына алсаңдаршы, Таңат бос жүр ғой, Қазақстанда жүр, тәжірибесі бар. Қазақстанда одан артық футболды білетін қазір жас маман жоқ қой практически деймін да. Өзі кішкене бизнестен де хабары бар, былай да біледі, спорт директорлықты да біледі. Ол менің ойымша Тұранға ауысқан кезде уже сондай болып барған, ойнап жүрген кезде біраз трансферге әсер еткен. Сондықтан тура осы Еврокубоктың алдында келу, ол өте дұрыс шешім менің ойымша. Керемет.
басында қателескен ордабасы ғой, негізі кешір, трансферден. Басында қателесті, трансферден, мен ойымша тренердан да қателесті. Оны ертең көреміз. Ертең көреміз, бірақ ордабасы енді ішкі чемпионаттағы жағдайда онша емес. Мен ордабасыға сеніп тұрмын. Бірақ сол ордабасы ылғи Еврокубокта Бірінші этаптан шығып кетеді. бірінші этап, екі және абыройлы бір нәтижесі жоқ қой енді ордабасы, мойындауымыз керек. Бірақ мен таңғалдырғаны ордабасы ресми аккаунтында ордабасы Еврододада деп сурет салып постын жариялап қойыпты бір. Енді Еврододада ғой енді. Енді ұят қой мына, қараңыздар. Мақтанатын нәрсе демей тұрған Петрокубтан ұшқан, Легиядан ұшқан. Енді Легия мақұл дейміз, бірақ ол кезде 2-0 өтіп тұрды ғой. Тарих остается деймін. Боташани деген команда білесің бе сен? Албания Бір ана еркелетіп отқан сияқты, мынау кімнің Боташани деген бір Португалияда бар. Румыния. Боавишта екен ғой. Бұяқта енді ақпарат болсын деп салған Млада Болеслав, Широкий Брейк, Чукарички, Бейтар, Руссимбург. Осы жерде Руссимбург үшін ғана менің бір жаным ашып, дейтінім бар, қалғандардың барлығында пенальти Мысалы былай қараңыз, Артем Касьянов пен? былтыр мен Ордабасының ойынына бардым. Шымкентте Петрокубпен ойнап жатырмыз. Болельщиктердің поддержкасы деген мықты енді ана жақта. Шымкент риза болдым. Бірінші рет бардым еще. Болельщиктер кәдімгі болеть етіп жатыр. Петрокуб деген бір болмайтын команда ғой негізі. мен заправка деп ойладым негізі Петрокуб. Иә. қаладан шыға берсіздер деген. Сөйтіп сол команданы ұтамадық біз. Ұтамадық. Енді содан жаңағы тренерді алыстан іздемей, соныкін ала салды да Ордабасы. Ондай жағдайда кезінде Астана істеген. Иә, мен сол нәрсені айтып отырмын. Ботиппен ойнаған кезде Станимир Стойлов Астананы 5-0 өтіп тастаған. Каждый ол бола бермейді, Стойлов сияқты, көрдіңіз бе? Мен түсінемін, енді бірге бір келе бермейді. Енді мен бұл жақта бір тәжірибе бар ғой. Сол себепті бұл тренердің жалпы маған Ордабасының ойыншыларының биылғы физикада тұрғыдағы көрсеткіштері керемет. Маған өзіме ұнайды. Не үшін десеңіздер, олар керемет физикадағы жұмыстарды. Сіз Таңатпен арылсасыз ғой, бапкер болмаған жоқ болған дейін? Бапкерлік майнасы болмаған, ол бизнесте, кәсіпте болған, сол себепті бұл футболдан бірақ енді Астананың капитаны болды. Әрине, Қазақстанның ненің капитаны болды, сол сияқты. Тұранда капитан болды. Қазір енді мынау, сіздің поколение бапкер болып жатыр ғой, сіз бар, Нұрдәулетов бар, Жұмасқалиев бар, шымкенттіктерде бар ма сондай бапкерлер? Шымкент футболынан шыққан неге бір Қуаныш бапкер жоқ? Қарақұлов бар. Қуаныш Қарақұлов. Жоқ, сіздің поколениеңізде. Біздің поколениеда ма? Енді Олар әлі ойнап жатыр ғой. Азат, бұның поколениясы. Азат міне қазір Азат Нұрғалиев. Қызылжарда көмекшісі. Енді жалпы олардың бір дәуірімізден келе жатқан шығар, құдай қаласа. Әрқайсысының өзінің бір уақытысы бар ғой, беріледі. Маған да мысалы қазір мә деп бересіз, мен айтып отырмын ғой, мен алмаймын. жаңа Қайрекең бар, Ашырбеков, Таңат бар, неге бір бапкер болып сынап көрмеді деймін да өздерін. Сіз бапкер болсып, сіз міне бұндай бола салмайды. Да. Ол үшін не керек? Сізге оқу керек. Мен мысалы 13 күні кетіп бара жатырмын. Біздің өзіміздің модель бар. Ол жақта тренерлік өзінің жұмысы бар. Қай жерге кетіп барасың? Талғарға. Үйге қарайсың. Талғарға барасың, ол жаққа отырасың, кәдімгідей сабақ оқисың. Ол тренерлік сізге мә саған сен футболист болдың деп саған бере салмайды. Кішкентай балалар командасын береді, соны тренировать ету керек, оны видеоға түсіру керек. Әлбетте, оның бәрі кәдімгідей жұмыс. Негізі КПЛ-ға келесіз ба бапкер болып? Бұйыртса, оның бірақ уақытысымен. Кімге келгіңіз келеді? Тарас? Бұйыртса. Сіз бапкер боламын дегенше Тарас шыға ма ол КПЛ-ға? Бұйыртса деп. Жасау керек. Соны неге жасамасқа? Жоқ, енді бәрі мүмкін ғой, мен оны жоқтатпаймын. Кім біледі, может мен кәсіпке кетіп қалатын шығармын. Бәрі мүмкін. Сол сияқты мен қазір тренер. Шетелге неге тренерлар кетпейді біз? Неге Қазақстанның тұңғыш тренерларын мен болып кетпеймін? Бұйыртса. Владимир Чебурин Литваның дүркін мойындатып тастаған. Нағыз қазақ барып, не бармасқа? Соны ана жақтан шетелдікі ол Қазақстаннан келген, Қазақстаннан да тренер қоясыңдар ма, керек жоқ деп оны Литва құрамасына алдыртпай отыр екен. Нарбековас деген бір конкуренттер бар, Янкаускас дегендер бар, бая Валенсияда ойнаған. Сол кісі бізге келмейді, Судувада болды енді бірнеше. Матчқа келді ғой? Жалпы жүр Қазақстанда негізі ұсыныстар ол кісіге болып жатыр, мен жалпы естуім бойынша, бірақ өзінің бір қайтқысы жоқ шығар өйткені. Үйреніп қалған, негізі жыл сайын Лига Европа, Лига конференция ойнайды, сол себепті әр тренердің де бір өзінің бір мақсаты бар ғой, Лига Европа чемпионство ойнауға деген сияқты. Ақтөбе не істейді? Легияны өте ме? Ақтөбеге қиын болады. Біріншіден жаңағы Ермаш, мен сіздің сөзіңізге толықта келісемін. Қазір ол допта оларға Легия бере салу керек те. Жалпы сырт алаңда кішкентай Қорғанысты ойнау керек. Ал Қобыландыға келген кезде
Ақтөбе өздеріңіз білесіздер. Қалай ойнайды? Рухтанып, ойнайды, намыстанып, жаңағы бір насамадачи. бүгін Бағдат жаңағы пресс-конференция айтып отыр, бұйыртса енді жақсы нәтижеге қол жеткіземіз деп отырмын. Мен Жайры жанды алға жіберіп қойып, жату керек қой ертең. Рухтанып деген осы жерде қалатын әңгіме сияқты. Сараевомен ойнағанда да бардым ғой мен. Ақтөбедегі матчқа ма? сіз біраз жерге может Сен бармақ бармақ қоясыз. Да? Осы жол бармаймын. Бармақ қойсаңыз. Сараевомен ойнады. Жанкүйерлерге ризамын, әңгіме жоқ. Онда да бірінші Команда ойнамайды ма? Команда ойнамайды. Бірден есебін Сараев. Ал енді жоқ, енді соңғы уақытта трансферлік құбылыстар болды ғой Ақтөбеде. Жақсы. Қазір Ақтөбе топ трансфер дым жоқ қой. Жоқ, Мықты енді трансфер жоқ. мықты демеймін, мен неге ортаға Корзун. Иә, Корзун келді, Жуков келді. Европада бар ма? Европада кішкене опыт жинаған ойыншы. Польшада ойнаған. Шушуначи. Ұлттық құрамада ойнаған. Лигаға қарсы қаншама рет ойнаған Жуков. Иә. Фтық, мынау не болып тұр? Сол сияқты сіз Шушуначи бар. Не звук шығара бересің? Шушиначевте усиление ғой. Керемет. Сіз сол себепті біздің Қазақстанның ұлттық құраманың ойыншыларын неге Просто Еврокубок келген кезде бере саламыз. Рамазан Оразов келіп отыр Елімайға. Кенжебек келеді. Легияны өтіп кетсе, Баник деген командасы бар ғой, Чехияның. Оны оп-оңай өтіп болды, ол өмірінде Еврокубок ойнамаған, сондай слабыйлау команда. Баникке қарсы ойнағанда не париться етіп, спокойно. Иә. Сол себепті Легияны Ньюкасл деген. Бір шіртеді өсіп. Жоқ, жігіттер, сенеміз ғой Қазақстанда клубтарға. Сенесің ғой, конечно, сенесің. Үміттенеміз, төрт көзіміз түгел топтық турнирге шығайық. Сондықтан Ордабасы командасы да ширатып алу үшін айтып отырмыз да, бір намыстанып Еврокубок деген кезде бір көрсетсінші. Ылғи осы Ордабасыдан үміт көп. Биыл. Ақтөбе командасы да топтық турнирге өте жақын қалып, талай мәрте бір-ақ қадам қалған кезде ең ұмытпайтынымыз Израильге барып 3-0 ұтып тұр. Елдос, мен сізге тағы бірден айтайын осы жерде. Оны бәрі біледі. Біздегі неге өте алмаймыз деген сұраққа Еврокубокке бір апта қалған кезде игроктар алады. Жаңағының бәрі бір апта бұрын келген. Ол командаға сіңбейді, ойын жоқ. Содан олар ауысу керек нәтиже бізге шығармайды. Зима-веснаға. Оны ойнатады, поля жоқ. Ауа райы. Тізеден келетін қар. Манеж соғу керек. Сосын тағы да бір нәрсе бар. Ол да бар. Премьер-лиганың командасын 8-ге азайту керек. Енді ол да бар. Енді ары қарай айтайық. Енді қараңыздар. Бізде сәл рейтинг күшейту керекпіз. Клубный рейтинг күшейтсек, біз кішкене оңай жолмен шыға бастаймыз. Әлсіз командалар түседі. Сол себепті бізге бірінші рейтинг көтеріп алу керек. Вот, әңгіме солда жатыр. Рас, ол бірінші, екінші. Астана көтерді, 25-ге дейін апарды. Жоқ, көтерді, керемет ол. Ол бізге не? Предел ма, ары қарай барайық. 15-ге кіру керек қой, 2 команда қатысу үшін. 15-ге кірсек, 2 команда қатысса. Лига чемпионы. Енді ойлана беріңіз. Бірақ сосын кім бар? Төрешілер бар. Төрешілер Қазақстанмен ойнаған кезде төрешілерді кішке. Бірақ мына соңғы Қайраттың ойында маған қатты ойнады. Төрешінің қандай бір... Сіз айтып отырсыз жаңа 4 жол берді. Мен ойымша ол жақта кішкене одан да көп болу керек. Иә, ол нормальный төреші. Сонда да жақсы төрешінің бізбен бір сыйласып, біздің командаларды бір кішігірім санасатындай болу керек. Санасатындай болу керек. Бұлар да жаман деген сияқты. Жалпы Қайраттың міне кеше болған төреші маған ұнады. Сол себепті біз кішігірім авторитет жинап барып, біз сол төрешілердің авторитетін жинасақ, әлбетте біз бір емес 3-4 команда. Жоқ, сонда бізде тенденция ма, сонда бірдеңе бар, қалыптасып қалған. Еврокубокке 2 апта қалғанда игрок алады. Бәрі сөйтеді. Жоқ, негізі ертерек қамданбайды. Оның пайдасын Астана көрсетті ғой, талай мәрте. Тура сол Сен Астана қандай игрок алатынын қарасай, сен ол Астана жағдай келетін топ игрок алады. Қазақстандық мамандар да УЕФА-да жұмыс істеу керек те, көбірек жұмыс істеу керек. Мысалға, Фарер аралдарының адамдары жұмыс істеп жүр. Ол УЕФА-да кім көрінген? Әртүрлі ұлттың адамдар бар. Ішінде ағылшында бар, итальянец бар. Итальянецте төрешілік ету комитетінің төрағасы. Фарер, исландец, датчаниндер, скандинавтар тағы бір департаменттің бастығы. Ұйымдастыру деген департаментте де мысалға адамдар бар, ол организацияда жұмыс істейтін. Оның ішінде бір екі қазақ бар дегенде, дәулет бар дегенде. Сол сияқты нәрсе ғой, солар әрекет етеді. Мысалға, бұрын Фареры, Мальта дегендерге құры деп красный беріп, пенальти беріп, адам санамайтын олар. Қазір санасы бастады. Өйткені ана УЕФА-да отыр сол адамдар. Иә, беделі бар. Өткен жыл ана бір Викингур деген команда ма бір Фарер аралдар групповойға кіріп кетті конференцияға. Кім шығарып отыр соның барлығын? Ол уже влияниясы бар бір адам отыр деген сөз. Қайрат Боранбаевтан қорқады бәрі. Өйткені Қайрат Боранбаев УЕФА-да жұмыс істейді. Білесің, 9 адамның бірі төрағалыққа кіреді.
содан қорқып отыр. Содан егер қорықпаса, Словения Чеферин ертең бір төрешін жіберіп, Қайратты 2 удаление мен 1 пенальти берсе, болды ғой, 1 пенальтині өзі шешеді. Солай істе. Вот сол Қайрат Боранбаевтың авторитеті құтқарып қалу керек осы жерде. Александр, бро, не істеп жатсың деп СМС жаза алатын деңгейдегі адам болу керек та. Егер сол Қайрат емес, жарайды, Ордабасы или басқа бір команда ойнаса, білген істейтін аналар. Словенияның командасын өмірі өтпейсің. Израильден судья келеді, Қазақстанның клубтарын постоянно красный карточкамен жібереді. Тума сөйтіп аяқты 6 ойынға шететіп жіберген, ендігер ойнамайтын қылып. Сол жаман кеткен Израильдің төрешілері, Израильдің клубтары Қазақстанға постоянно келеді. Маған берген біреу. Мен Хапуэл бір шабымен Қайратпен ойнап жатқан кезде алаңның ортасында фол жасадым. Соның өзінде де негізі ше, оның барлығын айтып біз сөйтіп ақтаудың да керегі жоқ. Не үшін біздің футболшылар қызыл қағаз алады, не үшін алаңнан қуылады? Себебі мынау Қазақстан премьер-лигасында әбден еркелеп үйреніп қалған, Еуропаға барады да қатаң төрешілер түсіп, бірден фол жасаған. Біздің де төрешілер кеше Ұлытау қазақтар екен деп оны кемсітті. Жоқ, ол кемсіткен. Бірінші раунд Чемпиондар лигасының бірінші раунд Чеферин оны Олимпия ойнап жатқан білмейді да ол. Біледі. Ерігі болды. Олимпияны біледі енді, басқасын білмесе де Любляна. Енді екінші жағынан қарайық енді. Ояқтың ритмі, темпі бәрі басқа. Дұрыс па? Келісесіз па? Қазақстанның біріншілігі қазір кішкене енді темпті жағынан қалып тұр па? Иә, кішкене темп жағынан қалып тұр. Бұйырса. Мен сізге айттым ғой өткенде Қазақстанда сол темптен сонда ойындар бар, ойын тәртібін бұзады біздің футболшылар. Сосын төрешімен дауласады. Үйреніп қалған біздің Қазақстан премьер-лигасы сары қағаз көрсетеді, бірден дауласып барады. Еуропада ондай кешірмейді, болды қызыл қағаз. Содан қуылады. Біздің көп футболшы содан кетті. Патрик Твумасидікі обал болды, әрине, бірақ ол жерде енді Хикке қарсы ойын ғой ол. Сол Хикке қарсы ойында білесің бе не болған? Офсайдтан соқтық па біз? Ол жерде де Израильдің судьясы болды, по-моему, Мен есімде жоқ, мен ол алаңда жүрген. Астана Хик матчында Израильдің судья болған. Ашық қара қазір. Сол пенальти берген болмайтын жерден 2 рет пенальти тепкен жоқ па Хик? Сөйтіп ана Шамкома Постников па бір ұрып кететін бар еді ғой. Сол гол болмаса, ана негізі судья Хикті алып шығайын деп жатқан, мен саған айтамын. Израильден болған сол судья. Есімде жоқ сол қазір. Ары бері бір мужик жүрді ғой сол ғой. Ориал Гринфилд деген сияқты біреу шығар. Есімде жоқ, мен потому что бізде потом ертіске сол Хикті ойнаған. Бізде бірінші проблема Жалло келген ғой ойынға. Сол кезде айтамын ғой, Жалло, біз сендер өтіп кеттік қой сол кезде Хикті болған кезде. Сонымен айтады, сендер судьямен ұттыңдар ғой депші жаңа. Постник. Мен айтамын да, сендер бізді өлтірдіңдер ғой. Бізде темпқа үлгермейді. Бірінші проблема. Екінші проблема жаңағы усиление, тура Еврокубокке 2 апта ғана усиление. Содан кейін деңгей болды. Ефет Алон, Израиль. Көрдің бе? Қай жыл болған? 2014. 15 ғой Чемпиондар лигасының топтық турниріне шыққан. Сол жолда айтпақшы еске түсіретін болсақ, бірінші ойын Мариborға қарсы болды. Словенияның командасын астына шығарып жіберді, одан кейін Хик. Қайраттікі де енді Олимпия, одан ұтса бұйырса Купс болуы мүмкін. Керемет. Бордомен ойнағанда сіз Қайраттасыз ба? Жоқ, мен ол кезде ертішті білем. Ол ойынды айтпашы, адам жылататын матч. Жылататын ойын. Кривелли ұрып кеткен өзі, ана Алжирис болған бір нападающий. Сосын сол Будажур ме? Бухарус. Сол Элчіға шығып тұрған кез бе? Европаның группа ойнаған. Бір маусымда ма? Қайрат енді екінші орын алған команда ретінде келіп тұр ғой. Ойбай, Црвена звезданы через себя қадап жіберетін кездері. Жерард Го, Қуантаев. Ендеше осымен бағдарламамыз аяқталды. Соңғы сұрақ сол. Топтық турнирге неше команда өтеді деп ойлайсыз, Ереке? Қайрат өтеді. Қайсысы екенін айтпаймын, бірақ бір топтық кезең. Конференция лигасы болса, ол өтеді деген сөз ба, ұшады деген сөз ба? Өтеді деген сөз ғой. Әйтеуір бір топтық кезеңде отырсын ғой енді. 3 топтық кезең бар ғой, конференция, Еуропа, Лига чемпионов. Сол үшеуінің біреуіне Қайрат кіруі тиіс биыл. Астана кіруі керек. Зимбру деген сияқтылармен ойнайды ғой, опыты бар, халықаралық дәрежесі бар. Болды. Екеуі де жақсы ба? Жалпы. Екі команда одновременно топтық кезең кірмеген ғой. Жалпы енді төртеуі де өтіп кетсін. Төртеуі де өтіп кетсін. Балет етеміз. Иә, балет етеміз. Кім болмасын, өйткені біз Қазақтан қазір бірігетін кез. Біздің көрермендер өздеріңіз білесіздер. Жаңағы бөлінбейік. Иә, жерге, елге бөлінбейік. Бөрі жейді. Иә, сол себепті біздің Қайрат болсын, Ақтөбе болсын,
Ордабасы болсын, Астана болсын, солардың бәрі. Қайсар болсын. Тараз болсын. Монтажник. Бөлінбек. Монтажник бөліней берсін. ЛФ-ке кетіп барады. Қойсай. Аладоп деген команда бар ғой ЛФ-те. Астананың жолы жеңіл, өздеріңіз білесіздер. Былай жүреді. Сол себепті біздің барлық қазақстандық клубтарға тілейтінім Астанадан келді мынау жол үлкен ғой анау. Үлкен бала болады ғой анау. Атаның үйінде өскен. Сол сияқты ғой. Үлкен бала. Жолы дара, жолы үлкен дейді. Сөйтіп сыйлайды Астана. Просто Астана бір состав қой, сол қиналып қала ма деймін мен. Екі жақты ойнап. Астанадан да Қайраттың жолы жеңіл ғой енді. Қайрат чемпиондар жолымен жүріп бара жатыр. Ақтөбе Еуропа лигасынан бастады. Ол конференция лигасына түседі. Әрине, екеуінің жолы күшті жалпы. Жалпы биыл негізі болады бұйырып тұр. Сондықтан жалпы командаларымызға сәттілік тілейік. Сәттілік. Енді жеңіске жету керек мынау. Надо одержать победу. Сіздермен бірге осы подкастты жүргізген какие-то люди. Ербақабет Мәулен. Түсіндіріп айтса, оны ешкім біліп отқан. Өзі түсініп отыр, мәзіп отыр. Бір Семейдегі қыз ғой өткендегі сол айтқан какие-то люди мені сынады, ана мұны деп айтып отыр да. Енді соны айтып отыр. Оны қазір ол қызды көре ма, көрмей ма адамдар ол. Сен де қыз. Кім сынаған ол? Өткендегі анау Елімайдың матчында төрешілік дұрыс болмады деген қыз бар ғой? Иә. Одержала поражение Елімай судьяның кесірінен. Тобылмен. Өз алаңында 2-де ұтылған командаға судья көмектеспейді жар, жалпы деймін, болмайды ғой ондай нәрсе. Тобылмен ертең азында қайта ойнасаң, тағы да ұтыласың оған. Сұрапыл, Тобыл деген чемпион болады. Инсайт бар. Қандай? Тобыл чемпион. Македония ұлттық құрама командасының қорғаушысы Қостанайлық Тобылға келе жатыр. Трансфер деген бешеный. Кім еді? Ристовский ма кім ол? Мықты. Тобыл чемпиондық алыңдар деген тапсырма келген. Берекелді. Оны келесі подкастта біз айтамыз. Рахмет Ереке, Елдос Ахметов, Ерсін Ерік, Олжас Байбосынға сәлем жолдаймыз.